Сәлеметсіздер ме? Мен Орал Таңсықбаев атындағы Алматы сәндік қолданбалы өнер колледжінің ағаш бөлімінде арнайы пән оқушысы Таңсықбаев Ербол Жамылбекұлымын. Бүгінгі дәрісіміз ағаштан жасалатын бұйымдардың жасалу әдіс-тәсілдері. Бұйымдардың ішінде бүгін біз қазақтың ұлттық сазды аспаптарын алып отырмыз. Сол сазды аспаптардың ішінде қасиетті қобызды алып отырмыз. Қобыз бізде екіге бөлінеді. Қыл қобыз, нар қобыз болып. Осы қыл қобызға тоқтала кетсек, осы қыл қобыздың жасалу жолдарын сіздерге түсіндіріп өтпекпін. Бізде қыл қобыздың өзі екіге бөлінеді. Бірі шабылып жасалады, тұтастай ағашпен шабылып жасалады. Екіншісі құралып жасалады. Осы шабылып жасалған қобызымызды айта кетсек, бұл ағашқа қобызымызды сызбасын түсіріп аламыз. Осы түсірген сызбамыз бойынша ағашты кесіп, шауып, ойып аламыз да, одан кейін мынау қырынан оямыз. Толықтай форманы шығарғаннан кейін жақсылап тазалаймыз. Одан кейін барып ішін оямыз. Ішін ойып, жақсылап ойып біткеннен кейін бұның қабырғадағы қалдықтарын көрсетеміз. Қабырғадағы қалдықтар әр кезде әрқалай болады. 1 сантиметр, 5 миллиметр әрқалай болады. Соны жақсылап түсіріп көрсетеміз. Одан кейін бұл жерде шабылып болғаннан кейін, ішін бәрін тазалап болғаннан кейін теріге кіреміз. Теріні жақсылап суға саламыз. Бұл тері түйенің мойын терісі. Мойын теріден бұл қобызға өте қоңырлық, жақсы дауыс береді. Дауысын жақсы қылады. Осы түйенің терісін жақсылап тазалаймыз. Ішін, майын, артық шандырларын алып, тазалап аламыз. Одан кейін теріне әбден кептіреміз. Ол тартылып кебеді. Осы кепкен теріні суға салып, қайтадан жібітіп, қобызымызға өлшемін алып, жерін жағып отырып, бұны жәндерінің майда шегемен қағып, тартып отырып, қағып тастаймыз. Жерінде қоямыз. Бұл бір жарты күн, бір күн тұрғаны дұрыс. Бір күннен кейін алып, бұл шегелердің бәрін қайтадан алып тастаймыз. Ол уақытша шеге. Тері жылжып кетпеу үшін. Тартқаннан кейін тексереміз. Дауысы тоңқылдап, жақсылап шығу керек. Одан кейін барып, мұнда құлақтарын жасай береміз. Құлақтарының орнына тесіп, жақсылап жасаймыз. Бұл құлақ қобызда маңызды. Құлақ дұрыс болмаса, қылымыз жіберіп қоя береді. Қыл өте күшті болады. Осы бұл тұтастай шабылған қобызымыз. Енді құрама қобызға келсек, құрама қобызымыздың формасын формадан аламыз. Формасы. Осы формаға жақсылап ағашын өлшеп аламыз. Ағаштың қалыңдығы 3 миллиметрден аспау керек. Мінекейіңіз. Осындай ағаштар болады. Бұл ағашты мұнда иеміз. Демек, бұл ағашты мұндай пеш болады. Тоққа соғатын пеш. Осы пешке иеміз.
ағашты жақсылап кептіреміз. Кепкен ағаш болу керек. Осы кепкен ағашты қайтадан біз суға саламыз. Суға салып, пештің көмегімен осындай иілген форманы шығарамыз. Форманы иіп, мына жерге мойын жаққа бір ағаш қоямыз. Одан кейін түйме арт жағы. Түймеге екінші ағашты бірінші осы жерге қондырып аламыз. Оны қондырған кезде ана артынан мінекейіңіз шуруппен бекітеміз. Бұл ағаш қозғалмай тұру керек, қатты болып тұру керек. Осы бекітіп алғаннан кейін шанақты салып боламыз. Одан кейін шанақты иіп, кесіп, осы жерге орналастырып, жаңағы мына мойын ағашқа желімдейміз. Бұған бір 2-3 сағат кебу керек желімі. Бұл кепкеннен кейін біз мойынды бекітеміз. Жаңағы мойын ағаш деп жатқанымыз мінекейіңіз. Мына жерге мойын ағашты кесеміз. Кесіп, мойынды бөлек шығарып алғанбыз мына жерде. Мойынды бөлек басқа ағаштан шыққан. Осы ағашты мына жерде кесіп отырып, бекітеміз, желімдейміз, қатты болып бекітіледі. Бұған бір 2-3 сағат желімге уақыт кетеді. Одан кейін бұның артқы беті. Артқы бетіне шанақтың артқы беті 2 ағаштан тұрады. Мінекейлеріңіз. 2 ағаштан тұрады. Бұл 2 ағашты бір-біріне киілдіріп сүргілейміз. Өлшемін шығарып. Бұл ағашты, артқы ағашты да пештің көмегімен иеміз. Бұл ағаштың қалыңдығы 3 мм мен 4 мм арасында болады. Осындай ағаштар болады. Бұл ағашты пешпен иеміз. Осыны иіп, бір-біріне келтіріп, иіп болғаннан кейін сүргімен сүргілеп, мына жерде арасында тесік болмау керек, бір керкі болу керек. Сондықтан бір-біріне келгенше сүргілеп тазалап аламыз. Келгеннен кейін шетіндегі артық жерлерін кесіп тастаймыз. Бұны 40-50 минут бекітіп қоямыз. Резинкемен тартып тастаймыз. Осы резинкемен тартып тастаймыз. 40-50 минуттан аспау керек. Өйткені біз 40-50 минуттан ассақ, мұндағы шанақтың ағашы ішке қарай майысып кіріп кетеді. Сондықтан оған 1 сағат, әр кеткенде 1 сағат 50 минут жеткілікті. Одан кейін ішіне ағаш саламыз. Міне осындай 1 сантиметрлік ағашты жоғарғы бетіне де салып шығамыз. Өйткені бұл жерде жанындағы шанақтың ағашын қаттырақ болу үшін. Одан кейін бұл бетінде тері тұрады. Теріні кесіп, өлшемін алып, теріні бекітеміз. Бекітіп алғаннан кейін жабыстырып, желімдеп, жақсылап бекітіп алғаннан кейін кептіріп қоямыз. Кепкеннен кейін бет жағына ағаш салынған түрі болады. Ағаш салмай қойса да болады. Ол үшін мына жерді ойық қылып аламыз. Бұл мінекейіміз артында жаңағы құрамамыз, құралған қобызымыз осы теріні бекітілді, беті ашық қалды. Осылай қалады. Жұмысымыз осымен тамамдаймыз. Басқа
Мынау шабылған қобызымыздың бетіне әшекейлеп әртүрлі оюлар саламыз. Оған қылтағамыз, тиекті ойлаймыз, артында түймесі болады. Осы жұмысымыз осы қобызды алып отырсақ, көне қазағымыздың сазды аспабы қобыз дейміз. Қобыз деген кезде бірден Қорқыт бабамыз еске түседі. Ең алғаш осы қобызға тіл бітірген, осы қобызды ойлап тапқан дейді аңыз әңгімелерге қарасақ. Ғасырдан ғасырға жалғасқан тарихта бойына сіңірген киелі үлкен аспап қобыз деп жатамыз. Қорқыт армандапты бір күні. Табиғаттың дауысын, аң құстың дауысын, жаңағы әртүрлі адамдар, жануарлардың дауыстарын жасауды сөйтіп жасауға бел буған екен. Соны әбден ізденген екен қобыз жасауды. Қарағайдың түбінен қайырып алған қобызым, үйеңкінің түбінен үйіріп алған қобызым, желмаяның терісін шанақ қылған қобызым, ортекенің мүйізін тиек қылған қобызым, бестайғырдың құйрығын шиек қылған қобызым, құлағымды бұрайын, осы айтқаным болмаса қайырып жерге ұрайын деген екен. Сол кезде сөйтіп қобызды тартып келіп жүргенде қобыз боздап керемет дауыс шыға келеді екен. Осы қобыздың кейінгі